Бәріңізге сәлем. Бүгін мен сіздерге New Ramen жасап көрсететін боламын. Дайындап көріңіздер. Бірінші жалпақ етімізді алып, осылай турап алатын боламыз. Осылай жалпақ болу керек ет. Және де жіңішке болу керек. Және де болғаннан кейін қайнап тұрған суға осылай етімізді салып аламыз. Және де бұл бір көтеріліп көбігі шыққанша қайнатып, көбігін сүзіп аламыз, және де еттерді де сүзіп алатын боламыз. Ал одан кейін біз қамырымызды елеміз, жұмыртқаға кішкене су қосып, тұз қосып, жақсылап араластырып, қамырымызды елейтін боламыз. Қамырды кішкене сәл қаттылау қыламыз, қатты емес, бірақ орташа. Қамырды елеп бір 20-30 минутқа қоямыз. Ал бұл уақытта біз приправаларымызды қажетті заттар қарабұрыштың 2 түрі, корица, чеснок және имбир. Осында жіңішке қылып турадым. Ащы бұрыш, ет, пияз. Пиязымызды қуырып аламыз бірінші жақсылап. Одан соң барлығын саламыз. Приправаларымызды және де осы дәмдеуіштеріміздің барлығын салып жақсылап қуыратын боламыз. 1-2 минуттай уақытқа. Міне томатымды салдым. Негізі лапиза қосады. Міне етімді салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып алып, үстіне жаңағыдай еттің бульонын құйдым. Және де ары қарай қайнаған сумен кішкене қостым. Тұзымызды қосамыз. Және бетін жауып қайнатамыз етіміз піскенше. Ал ол уақытта қамырымызды жайып дайындайтын боламыз. Міне жайып алып, арасына ұнын сеуіп, осылай орап шығып, осылай жіңішкелеп кесіп шығамыз барлығын. Міне осылай кесіп аламыз, арасына ұн тепкесін жабыспайды арасы. Ал бұны суды қайнатып, оған тұзымызды салып, ішіне салып, осылай пісіріп алатын боламыз. Пісіріп, сүзіп аласыздар. Елеңге сүзіп алып жатырмын. Ал одан кейін кішкене жарты пилайдай кәдімгі күнбағыс майын алып, осылай тамаққа қосып, араластырып аласыздар суытып. Осы кезде бір-біріне жабыспайтын болады. Ал одан кейін шпинатты алып, біз осылай соның қалған суына осылай салып алып аламын. Бұл просто әсемдік үшін. Міне осылай саламыз. Және де сорпамызды қоямыз. Негізі өте дәмді болып шықты. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер деп ойлаймын. Ұнап жатса маған лайк басып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай әдемі тамақтарды жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Айдана.